Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздерге бенто тортының рецептісін ұсынатын боламын. Бенто сөзі негізінде бір ғана порцияға арналған деген мағынаны білдіреді. Осындай көлемі өте кішкентай болып шығады бұл торттардың. Міндетті түрде видеоның соңына дейін қарап, лайк басып, комментарий жазып, менің арнама тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Алдын ала керекті заттардың барлығын дайындап аламыз. Толықтай описанияға жазып кетемін. 3 жұмыртқаға қантымызды салып, миксердің жай жылдамдығынан бастай отыра, соңына дейін жақсылап осылай әппақ болып көпіргенше 2 еселеніп миксерлеп шығамыз. Үстінен сұйық маймен сүтімізді қосып, тағы бір рет миксерлеп жібереміз. Құрғақ заттарды дайындап аламыз. Онға разрыхлитель какао қосып, какаоны міндетті түрде илектен өткізіп жіберіңіздер, себебі осындай арасында түйіршіктері болуы мүмкін. Жақсылап үшеуін араластырып, массаға 3 бөле отыра қосып араластырып аламыз. Лопатаның көмегімен осылай іс-қимыл жасай отыра астынан үстіне қарай жайлап араластырып шығамыз. Себебі массаны қатты басып алмауымыз керек. Сонда бізде өте жұмсақ, пышный бисквит шығады. Міне массамыздың түрі осылай болып шығады. Алдын ала пешімізді қыздырып қоямыз 380 градуста. Оның үстіне массаны қосып 20-25 минут көлемінде пісіріп аламыз. Кремін дайындаймыз. Ол үшін салқын сливкиді алдын ала өзін осылай миксерлеп жібереміз. Үстінен творожный сыр мен сахарная пудра қосып, жақсылап миксерлеп араластырып аламыз. Бисквиттің дайын болғанын шпажка тығу арқылы тексеріп аламыз. Шпажкамыз құрғақ болып шығу керек. Және де жақсылап суытып барып болғаннан кейін ғана кесеміз. Мен осы бисквиттен 12 сантиметрлік 2 корж, 9 сантиметрлік 2 корж шығарып алдым. Тортымызды жинау үшін ең алдымен осылай бірінші бисквитті алып, үстінен крем жағып, кондитерлік палетканың көмегімен кішкене турлап жібереміз. Тағы да осылай шеттеріне бортик жасап крем жағып, арасына банан қойып жіберсеңіздер болады, немесе өздеріңізге ұнаған басқа жидектерді де қойып жіберіп турлап, үстінен екінші бисквитті қойып, тағы да крем жағып, шеттерінің бәрін шпательдің көмегімен турлап шығамыз. Кремнің барлығын тегістеп жағып болғаннан кейін холодильникке жарты сағатқа қойып қойсаңыздар болады. Мен осылайша розовый қылып сәндегім келді. Ол өз қалауларыңызда, немесе сол ақ кремнің өзін пайдалансаңыздар да болады. Осылайша розовый етіп сыртының бәрін тегістеп өз қалауымша сәндедім. Өздеріңіздің фантазияларыңызға байланысты неше түрлі етіп сәндеп жазып шықсаңыздар болады. Екінші торттың сыртының бәрін тегістеп, осылайша қызыл краситель жағып, шпательмен осылайша айналдырып шықтым жай ғана. Соңында зубочистканың көмегімен кішкене жүрек сызып алдым да, соның үстінен барып голубикамен сәндедім. Бұл міндетті емес, сіздердің өз қалауларыңыз бойынша әртүрлі жасай берсеңіздер болады. Дәл осы мини торттарды жаңа жыл қарсаңында отбасыларыңызға, достарыңызға міндетті түрде жасап беріп қуантыңыздар. Сіздермен болған арайлым.